Жақсылық жасау үшін бойтұмар тәжі киюдің қажеті жоқ. Адамға көмектескіңіз келсе, жарияламай, риясыз көмектесіңіз. Мен саған, сен маған деген принциппен емес. Керісінше, мен саған, сен басқаға, басқа адам тағы басқа адамға. Алла тағала да жариясыз жақсылықтарға көп сауап береді. Ең бастысы, мейірім тізбегі үзілмеуі тиіс. Жақсылық жақсылықпен қайтпаса да, Алла тағала барлығын көріп тұр. Мен бәріне мәлім ақиқатты айтып жатыр деп ренжімеңіз. Бірақ шын мәнінде солай ғой. Әлем мейірімділіктен құралған. Ол қайырымды адамдардан құралады. Қайырымды болу үшін көп уақыт пен күш жұмсайды, және ол үшін әрқашан сізге алғыс айта бермейді. Жасаған жақсылықтың алғысын Алла тағала еселеп береді. Сондықтан адамдардың алғысын күтпей, шынайы жақсылық жасау керек. Енжар болу оңай, мейірімді болу қиын. Алла тағала да мейірімді адамның жағында